Бүгін Алматыда Вайнер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязовқа қатысты сот отырысы басталды. Мұдарабық Капитал қаржы пирамидасын құру және басқару фактісі бойынша алғашқы тыңдауда 12 күдікті мен адвокаттарының өтініші тыңдалды. Қазір сот процесі қалай өткені туралы Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесіміз Бауыржан Жақсымбет толығырақ айтып беруге дайын тұр. Бауыржан, кеш жарық, шулы істің мән жайына тоқталсаң. Қайырлы кеш, жалғас. Мұдарабық Капитал компаниясына қатысы бар айыпталушылардың бүгін алғашқы сот отырысы басталды. Бүкіл ел күткен сот онлайн өтті. Техникалық ақауларға байланысты қорғаушылар сотты онлайн емес сот залында өткізуді сұраған. Алайда судья бұл өтінішті ескермеді. Сонымен қатар біз бұл соттан ештеңе көрсете алмаймыз. Себебі судья сот залынан видео және аудио материалдарды көрсетуге мүлде тыйым салды. Ал соттың өзінде бүгін 12 адамның ісі қаралып, күдіктілер мен адвокаттар өз өтініштерін жеткізді. Естеріңізде болса, аталған іске қатысты белгілі Вайнер Мейіржан Төребаев пен Мейірхан Шерниязов көктемнен бері қамауда отыр. Вайнерлердің тағы бірі Әзімжан Сайтбаевқа халықаралық іздеу жарияланған. Бұған дейін жарияланған ақпаратқа сәйкес аталған қаржы пирамидасынан келген шығын 5 миллиард теңгені құраған. Ақшасынан айырылғандардың бірі тіпті Астанада ішкі істер министрлігі алдында өз-өзін өртеп жіберген еді. Егер Вайнерлердің заң алдында кінәсі дәлелденсе, 5-10 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Әзірге соттың келесі процесі 23 желтоқсанға белгіленді. Бүгінге мендегі бар ақпарат осы, жалғас, сөз кезегі өзіңде. Келесі сот процесін ендеше күтеміз. Көп рахмет, Бауыржан. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар, сондай-ақ Facebook, Instagram және Telegram парақшаларымыздан оқи аласыздар. Еліміздегі ең маңызды ақпараттарды жіберіп алмас үшін бізге тіркеліп, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер.